Сәлеметсіздер ме? Менің атым Алибекова Амина. Мен Әл-Фараби атындағы бейіндік мектеп оқушысымын. Менің ғылыми жобамның тақырыбы физикадағы артериялық қан қысымы және де оның адам ағзасына деген әсері. Осы тақырыпты таңдау себебі статистика бойынша еліміздегі әрбір 10 адам осы аурумен ауырады. Ал республика бойынша адамның өліміне соқтыратын аурулардың ішінде қан қысымы бірінші орын алып тұр екен. Соған қарай мен өзімнің жұмысымның мақсаты қан қысымының анықтаудағы сұрақтарға жауап беріп, қан қысымына әсер ететін факторларды анықтау. Осы жұмысқа мен зерттеу жұмысын жасаған кезде өзімнің сыныбымның сабақтан кейінгі және де сабақтан дейінгі қан қысымын өлшеген болатынмын. Осы ауру инфарктке немесе бұлшық еттердің әсер етіп, оның жұмысын тежейді. Қан қысымының өзгерісін былай түсіндіретін болсам, артерияға қан құйылғанда оның қабырғалары созылып, ондағы қан қысым артады, ал диастолы кезінде артериядағы қан қысым төмендейді. 1905 жылы Коротков тонометр деген құралды енгізді. Тонометр құралы болып саналады. Осы құрал арқылы адамның қан қысымын өлшеуге болады. Мектептегі өзінің классындағы сыныптастарының сабаққа дейінгі және де сабақтан кейінгі қан қысымын өлшеген кезде бірінші айда қараша айында есептедім. Мысалға алатын болсақ, дәурен сабақтан дейінгі қан қысымы 160, сабақтан кейінгі 90-60, БЖБ жас болғаннан кейінгі 110-60, ал физикалық жүктемеден кейінгі 139-70 болған. Бірнеше айдан кейін қайталап есептеген кезде, ақпан айында есептеген кезде, дәурендікі сабақтан кейінгі 160, сабақтан кейін 90-60, БЖБ жасағандан кейін 160, физикалық жүктемеден кейін 120-70 болып шықты. Осы кестелер нәтижесінде біздің сыныптағы өзгеріс 80%-ға артты, ал өзгеріссіз қалған 20% ғана қалды. Өзімнің жұмысымды қорытындылай келе, кез келген эмоционалдық стресс және де сабақтан кешірген стресс, сыртқы атмосфералық қысым, дене шынықтырулары және де кез келген дене жаттығулары адамның қан қысымының өзгерісіне алып келеді. Және де қан қысымының ауруы қазіргі кезде өзекті мәселе болып келеді. Сол себепті әрбір дәрігер сауатты өмір салтын ұстануды насихаттайды. Мен осымен өзімнің ғылыми жобамды аяқтаймын. Сау болыңыздар. Біз артериялық қысым анықтау бөлімі бойынша Коротков ашқан 4 фазаны айта кетсек, бірінші фазада артериалдық тонның пайда болуы. Ал екінші фазада манжеттегі ауаның қысымы азайған сайын артериалда қан көп келіп құйылады. Сол себепті тон қатты естіле бастайды. Сол кезде үшінші фаза орындалады. Үшінші фазада манжеттегі ауаның азайып, тонның дыбыс қағысы өте қатты естіледі. Ал төртінші фазада манжеттегі қысым диастол қысымымен теңеседі. Осылай 4 фазаны бізге Коротков айтып берген.